Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрманова Асия, жалпы тәжірибелік дәрігер. Бүгін сіздермен нәрестелерде болатын жағдай, яғни туылғаннан кейін болатын бұл жылтуха. Яғни көптеген балаларда біз айтамыз, бала сарғайып кеткен, жылтуха болып жатыр дейміз. Не істейміз, больницаға барамыз ба деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл кезде не істейміз біз? Қандай ем қолданамыз? Және де баланы роддомнан шыққаннан кейін қалай күту керек? Сол туралы қазір менің блогымдан тыңдайтын боласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Туылған нәрестелерде сарғаюдың патологиялық та физиологиялық та түрі кездеседі. Яғни біз физиологиялық деп айтамыз, егер де ол баланың барлық организміне әсер етпеген жағдайда, яғни кері әсерін бермеген жағдайда біз физиологиялық деп айтамыз. Яғни бұны біз үй жағдайды өзіміз емдеп ала аламыз. Ешқандай дәрісіз, дәрінің көмегінсіз емдей ала алсақ, бұны біз физиологиялық деп айтамыз. Ал егер патологиялық дегеніміз, яғни бұнда біз билирубиннің көрсеткішіне қараймыз. Яғни билирубиннің көрсеткіші жоғарылаған кезде онда патологиялық болуы мүмкін. Яғни патологиялық кезінде бұл баланың миына, сонымен қатар бүкіл органдардың системаларына келіп әсер етеді. Сондықтан оны патологиялық деп айтамыз. Енді біз жеке талдап шығайық, Талдап шығу үшін бірінші біз билирубиннің көрсеткішін білу керекпіз. Яғни егер де билирубиннің көрсеткіші 100 бен 150 болатын болса, онда ол нормально. Яғни балада сарғыштық бар деген, бірақ ол үй жағдайында біз күн көзіне жатқызу арқылы, су беріп және емізу арқылы емдеп ала аламыз. Ал егер 150-ден 200-ге дейін болатын болса, бұл кезде уже біз детский больницаға баруымыз қажет, өзіміз баруымыз қажет. Менің баламның сарғыштығы көтеріп тұр, билирубин ферменті келіп көтеріліп тұр, не істеймін деп баруымыз қажет. Ал енді қараңыз, егер де балада 250-450-ге дейін кететін болса, біз срочно скорый помощь шақыруымыз қажет. Бұл кезде балада уже миына әсер етіп жатыр деген сөз. Енді қараңыз, біз билирубинді қалай білеміз? Билирубинді, например, сіз роддомнан үйге келдіңіз. Оның біз көрсеткішін білмейміз ғой, қалай өлшейтінін. Енді біз өлшеу үшін біріншіден бізге учаскелік дәрігер үйге келіп қарайды, патрона жасайды. Алғашқы 3 күнде келіп болу керек. Сіз роддомнан шыққаннан кейін. Олар өздерінің били-тест деген бар. Сол били-тестпен теріге контакт тигізу арқылы баладағы билирубин қанша екенін анықтап береді. Ал егер ондай билирубин анықтайтын тесті өзіңіз сатып аламын, менің үйімде тұрсын десеңіз, онда любой инстаграмнан, Каспий магазиндерден сіз били-тест деп іздесеңіз болады. Ол тесті теріге контакт тигізу арқылы билирубиннің қанша екенін біле аласыз. Енді қараңыз, егер сізде били-тест болмаса, участковыйыңызда, өзіңізде де болмаса, немесе ауылдық жерде тұратын болған жағдайда, сіз били-тесті қаладан сатып алып арнайы үйіңізге әкеліп қоюыңыз керек. Ол болу қажет. Ал егер сіз жоқ били-тестпен қарамай мен қан тапсырам десеңіз, пожалуйста, сізде онда Инвива, Олимп деген сияқты лабораториялар бар, Оларды үйге шақыртсаңыз, үйден келіп нәрестеден қан алып кетеді. Бірақ зачем лишний раз травмировать, веналары кішкентай балдардың. Сол үшін медсестраны шақырасыз, медсестра келіп қан алып кетеді, кешке қарай қорытындысын шығарып береді сізге. Сол кезде жаңа айтқандай билирубиннің көрсеткішін анықтайсыз. Ал егер балада билирубин 450-ден асып кеткен жағдайда, ол патологиялық дедім ғой, срочно скорый шақыру керек. Сондай болған жағдайда баладың уже миына әсер етеді. Яғни көбінесе балалар осының нәтижесінен аутизмге ұшырайды. Бірақ бүкіл бала демеймін, кейбір балдарда кездеседі. Сонымен қатар ЗПР дейміз ғой, тілінің кеш шығуы балдарда осының барлығы осы билирубиннің кесірінен болады. Сондықтан билирубинді, жалпы сарғаюды біз үйден роддомнан шыққан кезде сразу емдеуіміз қажет. Енді біз билирубинді қалай емдейміз? Билирубинді біз роддомда шыққаннан кейін, немесе роддом кезінде сіз баланы қараңыз, бала сарғыштанып баратыр екен деп қараңыз, медсестрадан сұраңыз, мен балам сарғыш сияқты. Ал сіз сарғыш екенін қайдан білесіз? Сіз баланың терісіне қарайсыз. Терісі бір сарғылтым болып келеді. Қоңыр сарғыш сияқты түсті болып келеді. Немесе көздің ақ қабаты сары болады. Осыдан баланың сарғыштығы екенін, яғни жылтуха болып жатқанын білесіз. Сол кезде роддомда келіп сіз
фотолампа деген болады. Сол жаққа жатқызуға болады. Кейбірде медсестралардың өздері айтады, фотолампаға жатқызамыз баланы деп, бала сарғыш деп. Сол кезде фотолампаға жатқызыңыз. Енді қараңыз, сіз роддомнан шыққаннан кейін бала сарғыш болып жатса, немесе болмаса да, сіз желательно баланы күн көзіне шығарыңыз. Күн көзі үйге түсіп тұрады ғой, сол жерге баланы шешіндіріп, ашып қойып жатқызыңыз күн көзіне. Енді далаға да шығаруға болады, бірақ далада жел болмаса, сіз баланы қымтап тастап, мен күн көзіне шығардым деген болмайды, тек қана бетін ғана көрсетіп, ол күн көзіне шығарды деген сөз емес. Енді қараңыз, сіз сонымен қатар баланың жылтуғасын қалай емдеуге болады? Ол ана сүті арқылы, бала ана сүтін ему арқылы кіші дәретпен осы жылтуғаны шығарады. Және де кіші дәрет үлкен дәретпен де шығарады. Бір жағдайда балаға су беруге де болады, су беру арқылы да емдеуге болады. Сонымен қатар бізде қазір фотолампа деген жақсы дамыған, яғни жаңағы интернет-магазиндерден, интернеттен арендаға алуыңызға болады. 5 күнге дейін, негізі 3 күнге дейін жарайды. Сол 3 күнге алып, фотолампаны қосып, баланы жатқызасыз, баланы шешіндіріп жатқызасыз, көзіне түспеу керек, Баланы шешіндіріп жатқызған кезде подгузникті шешіп тастаймыз. Егер подгузникпен жатқызған жағдайда, мына қыздырған кезде подгузникті де бірге қыздырады. Подгузниктен ішіне жиналған моча қызады да, баланың көтенін қызартып жүру мүмкін. Сол лишний проблема керек емес қой бізге. Сондықтан подгузникті шешіп тастаған дұрыс. Астына пленка жеп қойып, баланың сейсе соған тегер. Сөйтіп жатқызамыз. Жақсы ма? Ал енді дәрілік препараттарды айтпай қойайын ба деп едім, бірақ өзі бір түйір ғана дәрілік препарат бар. Ол қандай? Бәріміз білеміз. Урсасан, урсафалик деген препараттарды қолданамыз. Ол препараттардың сироп түрі болады, бірақ сироп түрі біздің Қазақстанда жоқ. Ешқай жерден таба алмайсыздар. Тек қана Россия жақтан алдыртуға болады. Бірақ оны алдыртпаймын десеңіздер, капсула, таблетка түрін аласыз, урсасан, урсафаликтің. Бір таблетканы, бір капсуланы 4-ке бөлесіз. Оның 4-тен 1 бөлігін күндіз және екінші бөлігін кешке бересіздер. Сөйтіп 3-5 күн бересіздер. Енді қараңыз, сіз жаңағы урсафалик урсасам, олар ащы дәрі болып қояды, прям бала ішпей қою мүмкін, түкіріп тастауы мүмкін, тілмен шығарып тастайды ғой енді. Ішпей қою мүмкін. Сол үшін не бар ғой? Глюкоза бар ғой, сол глюкозаға араластырып барып бересіз. Ана глюкоза тәтті болғасын, бала тәтті болғасын, ішіп қояды оны деген. Білмей қалады. Сөйтіп араластырып беруіңізге болады. Бұл бір лайфхак сіздерге. Осылай бересіздер. 3 күннен кейін, лечениені 3 күн жалғастырамыз. 3 күннен кейін жаңағы билетестпен біз билирубиннің көрсеткішін анықтаймыз. Жалпы көзбен де көруімізге болады, баланың сарғыштығы кете бастайды. Сонымен қатар баланы күн көзіне жиірек шығарғанымыз дұрыс. Бір жағына ол D3 витаминін алады бала күн көзінен, және де сарғыштықты кетіру үшін самый бір табиғи жолы болып келеді. Сондықтан сарғыштық кезінде паника ұстамаймыз, билирубин көрсеткішін анықтап, соған қарай әрекет жасаймыз. Сондықтан жылтуғадан қорқудың қажеті жоқ. Роддомнан шыққан бойы тек үйге келгенде күн көзіне жатқызып, баланы емізіп, тек какашкасын, кіші дәреті жақсы болса, онда баланың жылтуғасы тез-тез кетіп қалады. Ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Барлық айтылған мәліметтер түсінікті болды деп ойлаймын. Ана мен баланың денсаулығы туралы ақпараттар керек болса, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Нұрманова Асия, жалпы тәжірибелік дәрігер.